Саламатсыздар ма ауыл тұрғындары? Біздерде бүгін 27 маусым күні Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғам Орал магистралды газ құбырының басқармасы филиалының шешін желілік өндірістік басқармасының экологиялық жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті. Қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркеу, қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, төраға сайлау, хатшы сайлау, регламент бойынша баяндамашының сөз сөйлеу ұзақтығы 10 минут. Баяндамадан соң сұрақ жауап, ескертулер мен ұсыныстар тыңдалады. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Төраға ретінде өзімді ұсынамын. Нариманова Мадина Асламбекқызы, Борса ауылдық округінің бас маманы. Хатшы ретінде Алия Эко, жауапкершілік экология бас маманы Абуова Сафураны ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, егер қарсы талап болмаса, сөз кезегі баяндамашыға беріледі. Мұрау? Естіп тұр, е? Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты түсіндіруде Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Орал магистралдық газ басқармасының жалпы қызметі туралы сіздерге түсіндіру. Неліктен қоғамдық тыңдаулар сіздің ауылыңызда өткізіліп отыр? Себебі ауылдың маңында осы газ тарату станциясы орналасқан. Бұл станция сіздердің үйлеріңізге және де жақын маңдағы елді мекендерге табиғи газды жеткізіп отыр. Мұндай тыңдаулар бізге жаңа экологиялық рұқсат алу үшін арнайы бекітілген ережелерге талаптарға сәйкес өткізіліп отыр. Егер де жаңағыдай жоба бойынша қазір сіздерге доклад өтетін болады, не нәрсе дегенге сізге айтып өтіп жатыр мына жерде. Интергаз Центральная Азия енді сіздерге газбен қамтамасыз етіп отыр ғой. Сол газопровод өтіп жатырғандықтан сіздің ауылыңызда тұр осындай қоғамдық тыңдау. Сафура, бастай бересіз бе? Саламатсыздар ма құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгін Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Орал магистралды газ құбыры басқармасының филиалы шешін желілік өндірістік басқармасының рұқсат етілген шығындар нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау, материалдарға қажеттілік жоспарлау жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Орал магистралды газ құбыры басқармасы филиалының шешін желілік өндірістік басқармасы үшін рұқсат етілген шығындар нормативтерінің жобасын түзету бұл Алия Эко жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясымен орындалды. Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Орал магистралды газ құбыры басқармасы филиалының шешін желілік өндірістік басқармасы үшін атмосфераға шығарылатын шығындар нормативтерінің жобасы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері негізінде әзірленді. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы нөмір 400-6 экологиялық кодексінің 2-ші қосымшасына сәйкес Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Орал магистралды газ құбыры басқармасының нысандары шаруашылық қызметінің 2-ші санатына жатады. Шешін желілік өндірістік басқармасы үшін рұқсат етілген шығындар нормативтерінің жобасында 2025-2034 жылдар кезеңіне негізгі технологиялық жабдықты пайдалануды ескере отырып, атмосфера ластану көздерінің әсері бағаланды. Осы презентацияда қарастырылған барлық нысандар бар болып табылады. Аталған қоғамдық тыңдауларда жаңа нысандар салу немесе жабдыққа күрделі жөндеу жүргізу мәселелері қаралмайды. 1997 жылғы шілдеде құрылған Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының газ тасымалдау жүйесін пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Орал магистралды газ құбыры басқармасы Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады.
Шешін желілік өндірістік басқармасы Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Урал магистральды газ құбырлары басқармасының құрамына кіреді. Қызметтің негізгі түріне келетін болсақ, бұл магистральды газ мұнай өнімдері құбырларын жобалау және пайдалану, тұрғын және коммуналдық тұрмыстық нысандарды газдандыру бойынша өндірістік және жөндеу жұмыстары, мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеу, магистральды және өзге де құбырларды, оның ішінде су құбырларын пайдалану орталығы. Шешін желілік өндірістік басқармасына құрамына кіретін бұл Чижа, Қараоба жөндеу пайдалану пункті, Богатырево газ тарату станциясы, Подтяжки газ тарату станциясы, Мұратсай, Тегішіл газ тарату станциясы, Қайрат, Чижа 1, Чижа 2, Қараоба, Каменка газ тарату станциялары кіреді. Урал магистральды газ құбырлары басқармасы желілік өндірістік басқармалар арқылы технологиялық байланысты магистральды газ құбырларын жедел пайдалануды және басқаруды жүзеге асырады. Шежін желілік өндірістік басқармасы нысандар Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек, Тасқала, Қазталов, Жәнібек және Бөкей Ордасы аудандарында жеке орналасқан алаңдарда орналасады. Желілік өндірістік басқару газ құбырларын апатсыз және үнемді жұмысын қамтамасыз етуге және барлық көрсеткіштер бойынша белгіленген жоспарды орындауға қызмет етеді. Газ компрессорлық қызмет берілген режимде турбокомпрессорлық технологиялық және қосалқы жабдықтардың сенімді, үнемді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар газ компрессорлық қызмет қысыммен жұмыс істейтін түптерге, сыйымдылықтарға, аппараттар мен құбырларға орнатуға бекіту арматурасының сынақтар жүргізуді, қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес диспетчерлік қызмет пен басшылықтың нұсқауы бойынша апаттарды жою бойынша жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын іске қосу баптау жұмыстарын техникалық қадағалау мен бақылауды жүзеге асырады. Бақылау өлшеу аспаптары және автоматика қызметі барлық аспаптық парктің және магистральды газ құбыры технологиялық нысандарының қолданыстағы автоматтандыру және апаттық жабу беру жүйелерін жай-күйін бақылауды және оларды алдын алу іс-шараларын жүргізуді жүзеге асырады. Энергия сумен жабдықтау қызметіне болсақ, бұл магистральды газ құбыры технологиясы нысандарының барлық энергия шаруашылығы мен сумен жабдықтау қызмет көрсетуіне айналысады. Компрессорлық станция негізгі технологиялық жабдығы газ турбиналық қондырғылары бар газ айдау агрегаттары болып табылады. Газ құбыры учаскесінде 9 автоматты газ тарату станциясы, Каменка, ЧЖ1, ЧЖ2, Подтяжки, Богатырево, Қараоба, Қайрат және 2011 жылы пайдалануға берілген Мұратсай және Тегішіл. Автоматтандырылған газ тарату станциясы тұтынушыларға белгілі бір қысыммен газ беруді жеткілікті дәрежеде тазартуға және иістендіруге арналған. АГТС-тағы негізгі технологиялық процестерге болса, бұл энергиямен жабдықтау, электрохимиялық қорғаныс, найзағайдан қорғаныш жерге тұйықтау, қорғаныс жүйелері, газды зиянды қоспадан тазарту, газ қысымын түсіру, газ шығынын есепке алу және жүйе параметрлерін бақылау, газ иістендіру, газды жылыту, қысқы кезеңде бұл. АГС-тағы негізгі жабдық болып табылады редукция блогы, газды есепке алу блогы, газды жылыту пешін иістендіру блогы. Негізгі технологиялық жабдықты пайдалану кезінде атмосфералық ауа ластау 414 ластау көздері жүргізіледі. Оның ішінде 349 ұйымдастырылған, 65-і ұйымдастырылмаған. Бұл ретте ластаушы заттардың жиынтық шығындысы жылына 55.620 тоннаны көрсетеді. Қалдықтарды басқару бағдарламасының негізгі мақсатын келетін болсақ, бұл өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу көлемін азайту және олардың қоршаған ортаға әсерін азайту болып табылады. Өндірістің және тұтыну түсіретін қалдықтары төменгі шарттар бойынша мамандандырылған ұйымдарға қайта өңдеуге және көмуге әкете отырып кәсіпорындағы арнайы бөлінген орындарда уақытша сақтауға жатады. Қалдықтарды уақытша жинау қатаң түрде мамандандырылған орындарда, сыйымдылықтарда және мамандандырылған алаңдарда жүргізіледі. Бұл қоршаған орта сыйымдылықтарын компоненттер ластауын азайтады немесе толығымен жояды. Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Урал магистральды газ басқармасы балансында меншікті жинағыштар, полигондар жоқ, өндіріс және тұтыну қалдықтарының көму лимиттері жоқ, газды тасымалдау процесі қалдықтардың пайда болуын қарастырмайды. Пайдалану барысында жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты қалдықтардың шамалы көлемін түседі. Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Урал магистральды газ құбыры басқармасы Шежін желілік өндірістік басқармасы нысандар өндірістік қалдықтарына келісе жатады. Бұл машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсететін алынған майлы шамдар, құрамында органикалық еріткіштер немесе басқа да қалдықтар, бояулар мен лактарға қалдықтар, пайдаланған майлар, құрамында қалдықтарға немесе қалдықтармен ластаған қаптама, май сіңіргіш шүберек, май сүзгілері, антифриз, мырыш аккумуляторы дейді. Құрамында қауіпті заттар бар, газ конденсаторы бар, сулы сұйық қалдықтар, люминесцентті лампылар және құрамдасына басқа да қалдықтар, битум, шыны талшықты материалдың қалдықтары, қара металдардың үлгілері мен жоңғарлары, дәнекерлеу қалдықтары, аралас қаптама, абсорбенттер мен сүзгі материалдары, қара және түсті металдар, қағаз және картон, резинки қалдықтары, пластмасса, медициналық препараттар, электр және электронды жабдықтардың қалдықтары,
электрондық сынақтар ұйымдастыру техникасының қалдықтарын жарты нышанды. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын тиімді басқаруға бағытталған іс-шаралар барысында күтілетін нәтижелер. Бұл біріншіден, барлық түсетін қалдықтарды одан әрі пайдаға асыруға көңіл бөле отырып, арнайы бөлінген алаңдарда контейнерлерде бөлек жинау, уақытша сақтау жүйесін жүзеге асыру. Қалдықтардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайту болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына келетін болсақ, бірінші және екінші санат нысандарының операторлары өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 182 бабына сәйкес. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бұл кәсіпорын қызметінің нәтижесінде қоршаған ортаның нақты жағдайын анықтау бойынша ұйымдастырушылық техникалық шаралар кешені болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау және қоршаған ортаға өндірістік мониторинг жүргізуге арналған басшылық құжат. Бұл өндірістік экологиялық бақылау барысында атмосфераға ластаушы заттардың шығаруын бақылау, мониторинг жүргізу арқылы су тұтыну мен су бұру бақылау, ағынды сулардың ластаушы заттардың төгілгенін бақылау, су нысанының әсерді үнемі бақылау және талдау, радиациялық бақылау, қалдықтардың түзілуін, айналымын және орналастыру бақылау болып табылады. Өндірістік бақылау қоршаған ортаға эмиссия деңгейін, зиянды өндірістік факторларды, сонымен бірге табиғи, энергетикалық және өзге де ресурстардың нақты көлемін өлшеу және есептеу негізінде жүзеге асырылады. Өндірістік экологиялық бақылаудың мазмұнында кәсіпорын нысанының ықтимал әсер ету аумағында қоршаған орта компоненттерінің күйін сапалық және сандық көрсеткіштерін жүйелі түрде өлшеу керек. Бұл ретте қоршаған ортаның келесі компоненттерінің күйі бақыланады. Бұл атмосфералық ауа бір тоқсанында, жер жамылғысы жарты жылда бір, шаруашылық тұрмыстық жаңартқанды сулар 90-да бір. 2021-2034 жылдары қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына келетін болсақ, Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы, Орал магистралды газ құбыры басқармасы федералды шешімдері өндіріс басқармасы шаралар өткізеді. Бұл атмосфераға ластаушы заттар шығындарын көздерін, көрсетілген шығындардың міндеттерін жобасын бақылау жоспары кестесіне сәйкес бақылау жүргізу, топырақтың мұнай өнімдерімен және алу металдардың ластауын бақылау, жарықтандыруды жарық беретін шамдарға ауыстыру. 2025-2034 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы бойынша Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы, Орал магистралды газ құбыры басқармасы филиалының шежін өндірістік басқармасы қаржыландыру көлемі 146.233 мың теңгені құрайды. Назарларыңызға рахмет. Жобаға қатысты сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, сұрақ ешқандай жоқ.